Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Қасымова Гүлфарна Амирбековна, Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру кафедрасының аға оқытушысымын. Мен бүгін сіздерге мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың білім сапасын бағалау бойынша индикатор құрылымын түсіндіремін. Яғни индикатор, өздеріңіз білесіздер, құрметті әріптестер, бұл біздің өзіміздің мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру бойынша мемлекеттік стандартымыз бар. Сол стандартында айтылған, қарастырылған барлығымызға міндеттеледі. Яғни мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың білім сапасын индикатор жүйесі бойынша бағалау. Яғни индикатор дегеніміз ол не? Яғни индикатор баланың білім беру траекториясында жылжу көрсеткіші. Баланың қай деңгейде білім алып жатқанын біз үнемі қадағалап назарда ұстап отыруымыз қажет. Сондықтан да бізге индикатор мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру кафедрасында бұл үнемі барлық келген курстағы тыңдаушылардың барлығына осы 2 сағаттық жүйемен шебер сынып ретінде үйретіліп отырады. Міне қазір сіздерде бір аз ғана уақыттың ішінде Лаплас-Гаусс әдісі бойынша индикатор құрылымымен танысасыздар. Оны қалай бағалау керек және ол бізге не береді? Шебер сыныптың арқасында сіздер білесіздер. Яғни индикаторда білесіздер, мектепте 5 балдық жүйемен бала бағаланатын болса, мектепке дейінгі ұйымдарда 3 балдық жүйемен біздің өзіміздің стандарт бойынша көрсетілген. Бірінші деңгей, екінші деңгей және үшінші деңгей. Бірінші деңгей бойынша бала осы не басқа әрекеттер жасайтынын айтады. Екінші деңгей бойынша бала не істейтінін түсінеді. Үшінші деңгей бойынша бала өзінің білетінін өмірде, яғни қолдана алады. Енді сіздердің алдарыңызға барлықтарыңызға қағаз беріледі. Яғни ол мына слайдта көрсетіліп отыр. Яғни сіздерде әр 5 білім мектепке дейінгі ұйымдарда 5 білім саласы бар. Сол 5 білім саласы бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда жылына 2 рет, ал мектеп алды даярлық сыныптары бойынша 90 бойынша, яғни 4-90 бойынша баланың білімін қадағалап отыруларыңызға болады. Бағалап, қадағалап отыруларыңызға болады. Енді сіздердің барлықтарыңызға алдарыңызға қағаз беріліп отыр. Бұл жерде әр білім саласындағы білім бөлімдеріне қатысты критерийлер көрсетілген. Яғни сіздер жыл бойына нені балаға меңгертулеріңіз керек, үйретулеріңіз керек. Сол міндеттелінген тақырыптар қойылған. Сол тақырыптарды бала осы уақыт аралығында қаншалықты деңгейде меңгерді. Жаңа айтып кеткендей 1, 2, 3 деген бағалау арқылы, балдық жүйе арқылы бағалап отырасыздар. Ол критерийлер қайдан алынды? Енді ол критерийлер сіздер жылдың басында жоспарлаған жоспарлардан алынады. Мысалы, мен қазір сіздерге көрсетіп отырған жұмысымды алғашқы қадам зерек бала біз мектепке барамыз бағдарламалары негізінде жасалынып отыр. Сол бойынша, мысалы, қазір алдарыңызда денсаулық, яғни дене шынықтыру бойынша, денсаулық саласындағы дене шынықтыру бойынша ерте жастағы балалардың білім сапасын қалай анықтайтындығымызға байланысты парақ таратылды. Сол парақта сіздер қазір критерийлер көрсетіліп отыр барлықтарыңызда, топтағы бала санын тіркеп жазасыздар. Жазып болғаннан кейін, енді жоғарыдағы критерийлер бойынша, көрсеткіштер бойынша, яғни балаға 1, 2, 3 деген балдық жүйені қоямыз. Тағы да қайталап кетемін, 1 деген балдық жүйе ол. Егер бала сіздің көмегіңізге жүгінген жағдайда, сіздің айтқаныңызды қайталайды, бірақ оншалықты түсіне алмайды, яғни төмен дәрежеде қабылдайды барлығын. Сіздің өте қатты көмегіңіздің қажеттілігін пайдаланатын балаларға, яғни 1 деген баға қоясыз. Енді бала егер түсінген жағдайда жасайды, қайталайды, орындайды, бірақ орта деңгейде болғандарға сіз 2 деген бағаны қоясыз. Егер бала жоғары деңгейде түсініп, қабылдап және өз бетінше орындай алса, және қасындағы балаларға да шаттанып ол түсінгенін көрсете алса, білсе, онда 3 деген балдық жүйені қойып отырамыз. Міне біз барлығымыз қазір осы балдық жүйелерді парақ бетіне түсіреміз. Енді көріп отырғандай, жиналған бал дегенге дейін баланы қойып болған бағаларын жиынтық бағасын шығарамыз. Яғни сіздер
жиналған балға келесіздер. Жиналған бал деген тұсқа келген кезде, тор көзделгенде сол балдар 1, 2, 3-терін бәрін тура қосып шығамыз. Шыққан нәтижені жиналған бал деген тұсқа жазамыз. Жаздыңыздар. Енді одан кейінгі бізде білім беру деңгейі БМД деген тұр, тор көз. Көріп отырсаңыздар, БМД-ға. Енді БМД дегеніміз Лаплас ауыз әдісі бойынша сол баланың пайыздық көрсеткішін көрсетеміз. Пайыздық көрсеткішін біз қалай табады екенбіз? Ол үшін жиналған бал, алдарыңызда тақтада көрсетіліп отырған бағдарламаны меңгеру деген слайд бар. Қарасаңыздар, бағдарламаны меңгеру деңгейі. Яғни бұл жерде ЖБ көбейту 100%. Бұл біз пропорция құрамыз. Яғни СС көбейту МБ. Бұл жердегі СС дегеніміз не? Баланың тесттегі сұрақтар саны, алдарыңыздағы парақтар сіздерде қанша? Міне, ал сіздерде өздеріңіз барғанда мекемелеріңізге жоспарларыңызға сәйкес 10 болуы мүмкін, 18 болуы мүмкін. Міне, сол сұрақтар саны. МБ дегеніміз ол дұрыс жауаптағы максималды балл. Яғни ол өзгермейді. Бізде балабақша бойынша мектепке дейінгі кез келген ұйымдарда 3 балдық жүйе. Соны ескеріп қойып отырасыздар. Яғни 3 ол өзгермейді үнемі, сол қалыпты тұрады. Жоғары бөлшектің жоғары жағында ЖБ деген тұр. ЖБ дегеніміз жинаған балы, баланың жиналған балы. Біз қазір есептеп шығардық қой, 1, 2, 3-терді қосып жиналған бал деген тұсқа жаздық. Сол балдың көрсеткішін көрсетесіздер. Және көбейту 100%. Енді осын есептеп шығарамыз, пропорцияны есептеп шығарғаннан кейін біз ол нәтижені БМД деген тор көзге жазып отырамыз. БМД тор көзіне жазыңыздар. Одан кейінгі бізде тұрған даму деңгейі. Баланың даму деңгейі деген тор көзіміз тұр. Енді сол даму деңгейіне қарасаңыздар, БМД-дан кейін, яғни 4-ші слайдты қараңыздар. Сол жерде 0 мен 65%-ның арасы 1-ші деңгейде көрсететіні, 65 пен 85%-ның арасы 2-ші деңгейде көрсететіні, 85 пен 100%-ның арасы 3-ші деңгейде көрсететіні көрсетілген. Яғни осы аралықтағы сандарды біз деңгейлерге бөліп жазып қоямыз. Міне, біз тор көздердің бәрін бітірдік. Яғни әр жаңағы баланың тұсындағы, яғни жиналған балын, білім меңгеру деңгейін және даму деңгейін біліп алдық. Ал енді топтың қалай табамыз? Оны барлық БМД-дағы, яғни пайыздық көрсеткіштердің барлығын бір-бірімен қосамыз. Мысалы, қанша болуы мүмкін? Бізде мына жерде сіздерге үлгі беріліп отыр. Бұл жерде 80 бірінші баланыкі, екінші 60% болса, екінші 83,3%, одан кейін 73,3% болса, осылардың барлығын қосамыз. Сөйтіп, жалпы сіздердің топтағы бала санына бөлеміз. Ол балалардың барлығы түгел жазылу керек. Жаңадан келді, ауырып қалды, тағы керісінше айтқанда мүмкіндігі даму шектеулі бала болуы мүмкін. Барлық балалар бұл бағалану қажет. Ол міндеттелінген. Біздің стандартымызда көрсетілген, сондықтан барлық балалар осылай бағаланады. Енді пайыздық көрсеткіші бойынша топтың ортақ көрсеткішін табамыз. Ортақ көрсеткішін табу үшін барлық пайызды қостық, жаңа өздеріңіз қостыңыздар. Сөйтіп, оны бала санына бөлдік. Шыққан нәтиже таптық. Бұл біз қазір тауып отырған ерте жастағы топ денсаулық білім саласы бойынша, бір ғана білім саласы бойынша, дене шынықтыру пәні бойынша біз ортақ көрсеткішті таптық. Яғни топтың ортақ көрсеткішін сіздер жазып қойдыңыздар. Енді біз табылмай тұрған бізде енді деңгейлер. Яғни енді деңгей бойынша, топ бойынша қанша бала деңгей бойынша көрсеткішті иеленгені былай анықталады деген слайд тұр. Осы слайдқа қарайсыздар. Яғни 3-ші деңгейден бастайық. Бізде ең жоғарғы максималды балл қойылған балалар. Бұл 3-ші деңгей. Яғни 3-ші деңгейде не істейміз? Яғни бөлшек сызамыз. 3-ші деңгейді қанша бала иеленді, сол баланың санын жазамыз, көбейтеміз 100-ге. Және бөлшектің соңғы жағына балалар санын жазамыз. Енді тегіндейміз. Яғни қанша баланы екенін көрдік қой. Әркімізде, әрқайсымызда әртүрлі. Сол баланы 100-ге көбейтіп, балалар санына бөлеміз. Міне, біз 3-ші деңгей таптық. Енді тура дәл осылай 2-ші деңгей және 1-ші деңгейдегі балалар санын тауып алдық. Бұл не үшін қажет? Бұл
Бізде диагностика жасауымыз қажет алдағы уақытта. Яғни мониторинг шығару үшін бірінші жарты жылдық пен екінші жарты жылдықта бізде деңгейлер бөлген кезде бірінші деңгейлер саны қанша, екінші деңгейлер қанша және үшінші деңгейлер қанша екенін табуымыз, салыстырмалы түрде білуіміз үшін қажет. Міне сіздер осы индикатор құрылымымен таныстыңыздар және өздеріңіз жасап отырсыздар. Енді жалпы топтың деңгей бойынша анықтау көрсеткішін слайдта қарасаңыздар, деңгей бойынша пайыздық анықтау бойынша слайд көрсетіліп отыр. Осы слайдта сіздер Excel программасына осы жаңа шыққан ақпараттарды, мысалы ерте жас, денсаулық білім беру саласы, дене шынықтыруде пайызын жасасыздар. Келесі білім саласы, білім бөлімі бойынша тағы да пәндерді жазасыздар. Сөйтіп Excel программасына еніп, диагностика деген жерге кіру арқылы мендегі секілді диаграмманы шығаруларыңызға болады. Яғни, мына жердегі үлгі бойынша бірінші деңгей 23%-ді құрап отыр, үшінші деңгей 10%-ді құрап отыр, екінші деңгей 67%-ді құрап отыр. Бұл жерде мен сіздерге көрсетілген үлгі бойынша жалпы топта 39 балаға қамтылған топтың ішіндегі бұл индикатор құрылымы болып отыр. Сіздерде әрқайсыңызда әртүрлі шығады, қайталап отырмын. Және сіздерге оңайлатылған жеңілдетілген түрде мен енді осы Жамбыл облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтына мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім беру кафедрасында отырғандықтан өзіміздің тыңдаушылардың сұранысына орай ыңғайландырып, оңтайлы түрде тезірек амал тәсілдерді қолданатындай қылып жұмыс дәптерлерін жасап шығардым. Ол сіздердің алдарыңызда, назарларыңызда. Яғни индикатор балалардың дамуын бағалау жүйесі деген қазақ тілінде және осының орыс тілінде нұсқасы бар. Және бұлар 2013 жылы шықса, 2014 жылы бізде мектеп алды даярлық сыныптары мен топтарына арналған балалардың дамуын бағалаудағы индикатор көрсеткіші деген тақырыппен шығып отыр. Бүкіл Жамбыл облысы осы жұмыс жоспарларын алып пайдалануда естігендері. Ал бұл өте ыңғайлы, тиімді. Егер бірінші жартыжылдық пен екінші жартыжылдықты жаңа салыстыратын болса, қолжетімді жерде алдарында, назарларында жатады. Енді әрбір осы шебер сыныптан кейін индикатор құрылымымен таныстырамыз, жүйесін қарастырамыз, жасаймыз, орындаймыз, әбден түсініп болғаннан кейін мен әр уақытта рефлексия, яғни сабақтың соңында бүгінгі сабақтан үйренгеніңіз үшеуін атаңыз міндетті түрде сұралынады. Қандай сұрақтар сізде туындады? Екінші сұрағым. Үшінші, сіз үшін маңызды не? Ой бөліскіңіз келе ме? Міне осы сұрақтарды беру арқылы тағы да отырған тыңдаушылардың ойлау деңгейі, түсіну деңгейі қай жерге жеткенін анықтап біліп отырамын. Енді құрметті әріптестер, мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілері, педагогтары, мектеп алдық ұйымының педагогтары, сіздерге айтарым, назарларыңызға рахмет, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін, сау саламатта болыңыздар. Индикатор құрылымын оңай, жеңіл түрде түсініп алуға сіздерді шақырамын.